Ассаляму алейкум қыздар. Бүгін осындай мандарин салатын дайындаймыз. Дәмі керемет, ерекше салаттардың бір түрі. Видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Салатқа қажетті заттар: қайнатылған тауық еті, сәбіз, жұмыртқа, сыр, чеснок, тұз және де майонез. Ыдысымызға майда теркадан өткізілген жұмыртқаны саламыз. Майда кубиктап туралған тауық етін. Терканың майда көзінен өткізілген сырды. Чеснок, тұзды салып, және де майонезімізді салып, массаны жақсылап араластырып аламыз. Чеснокты салмасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей мен жақсылап араластырып алдым. Салатымызды қолымызбен осылай қысып алып, мандарин формасы сияқты жасап аламыз. Мінекей мен жасап алдым. Қалған салаттардың барлығын осылай формаға келтіріп аламыз. Мінекей мен жасап алдым. Мұнда менде таза пакет болмаса пищевая пленкаға жасасаңыздар да жақсы. Енді теркадан өткізілген сәбізді пакетке салып, бір тегіс етіп жайып аламыз. Енді дәл ортасына салатты салып, пакетімізді осылай бір шетке жинап жоғарыға. Салат пакеттің ішінде бос болмауы керек. Салат қатты болғанша пакетті айналдырамыз. Сонда формасына жақсы ұстайды. Мінекей пакеттен алып, әдемілеп, тегістеп формаға келтіреміз. Барынша мандариннің формасына ұқсаған форма шығаруымыз керек. Ашық жерлеріне кішкене сәбіз салсаңыздар болады. Так, мінекей өте керемет формада шықты. Видеода байқасаңыздар. Енді қалған салаттардың барлығын осылай сәбізді жайып шығамыз. Ортасына салатты қойып, видеодағыдай қайталайсыздар. Мен барынша салаттарды мандариннің формасына келтірдім. Мұнда менде мандариннің жапырақтары. Дәл ортасына қойып шығамыз. Сонымен салаттар дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Өте қарапайым, оңай салаттардың түрі.
бәрі ерекше салат. Ас болсын.